Ана Нұрсұлтан Жақсыген деген бауырымыз жайында тағы бір айтып жіберейін. Алдында неше түрлі сөздер айтылды осы интернет желісінде. Ауыр сөздер айтылды. Біздің магазинге, біздің ресторанға келмесін деген сияқты бойына қатысты неше түрлі ауыр сөздер айтылды. Мен басында ауыр деп ойлайтын едім, негізінде ол жеңіл. Ондайларға одан да ауыр нәрсе айту керек, жасау керек. Себебі қызды жылатқан, қызды қорлаған, қызға сондай ауыр сөз айтқан қандай екенін көрсін. Құдай негізі жазалап отыр. Әрбір нәрсе Құдайдың қалауымен болады. Сол үшін сондай қызды аманатқа қиянат жасаған адамның Аллах тағала жазасын солай беріп жатыр, көрсетіп жатыр. Сондай нәрсе жасамаңдар деген сияқты да басқа жігіттерге. Әйелдер әлсіз болғанымен оны Құдай қорғайды. Құдай әлсіздермен бірге. Осы қоғамда көптеген әйелдердің солай қиналып, жылап, күйеулерінен зәбір көріп жатқаннан кейін Құдай көрсетіп жатыр. Ер адамдардың сондай қателіктерінің дұрыс емес екенін міне елдің алдына шығарып көрсетіп жатыр. Алдында Тұрсынбекті де мысалы айтылып жатқан, көрсетіліп жатқан, ол да Құдайдың қалауымен болып жатқан нәрсе. Сол үшін біз жігіттер бәріміздің де әпке қарындасымыз бар, қары көз қыздарымыз жыламасын, ертең біздің қызымызға, қарындасымызға сондай ауыр сөз айтпасын, қиянат жасамасын десек, біз қыздың абыройы үшін сөйлеуіміз керек, айтуымыз керек. Қазақ текті халық, қыздарды төрге шығарған, қызды аялаған, жылатпаған, міне тектілік, ақылдылық, мықтылық деген нәрсе, сол негізі ер адамдар сол нәрсені көтеруіміз керек қоғамда, айтуымыз керек. Ондай адамдар мысалы немен айналысады? Кино ма, театр ма, басқа да әнші ма, концерт бере ма, бармаймыз деп бойкот жасап, киносын көрмейміз, немесе рекламаға шақырмаймыз. Сондай жан-жақтан халықтан қыспақ болатын болса, тәубесіне келеді. Келесіде жігіттер ондай қателік жасамауға, ол нәрсенің дұрыс емес екенін біліп жүретін болады. Сол үшін қазақ елі өзіміздің тектілігімізге оралайық. Қыздарды жылатпай, аялап, бағалап, жақсы қарағанда біз дамимыз, біз өсеміз, біз мықты боламыз. Ал қыздарды жылатып ешқашан абырой таппаймыз, жақсылыққа да жетпейміз. Құдай біздің жазамызды беріп қояды.